Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабағымыз жаңа бөлім. Биосфера, экожүйе, популяция деген. Тақырыбымыз экожүйелердің құрам бөліктері. Су және құрлық экожүйелері. Бұл тақырыптарға байланысты алдағы сыныптарда да азда болса білім алғамыз. Біз бүгін сол білімдерімізді толықтырып талдап, экожүйелердің құрамдас бөліктерін толық тоқталатын боламыз. Мұқият тыңдап каналға тіркеліп, пікірлеріңізді жазады деген сенімдемін. Бұл тақырып ОБ тапсыратын оқушыларға да үлкен көмек болады. Енді тақырыпқа тоқталайық. Экожүйе тірі ағзалар мен өлі табиғаттың өзара байланысқан бір тұтас жүйесі. Оған өсімдіктер, жануарлар және микроағзалар жатады. Сонымен қатар олар ауа, су және топырақпен тығыз байланыста болады. Экожүйеде барлық ағзалар бір-бірімен өзара әрекеттесіп тіршілік етеді. Экожүйе құрылымы экожүйеде тірі ағзалар белгілі бір деңгейлер бойынша ұйымдасады. Алдымен жеке ағза болады, одан кейін популяция, яғни бір түрге жататын ағзалар тобы. Бірнеше популяциялар бірігіп, бірлестік немесе қауымдастық құрайды. Ал тірі ағзалар өлі табиғатпен бірге толық экожүйені құрайды. Қоректік тізбек экожүйеде ағзалар бір-бірімен қоректік тізбек арқылы байланысады. Қоректік тізбек ағзалардың бір-бірінен энергия мен қорек алу жолы. Мысалы, өсімдіктерді шөпқоректі жануарлар жейді, ал оларды жыртқыштар жейді. Осылайша энергия бір ағзадан екінші ағзаға беріледі. Экологиялық пирамида қоректік тізбекте энергия бір деңгейден келесі деңгейге толық берілмейді. Энергияның тек шамамен 10% ғана келесі деңгейге өтеді. Сондықтан жоғарылаған сайын энергия мөлшері азаяды. Бұл құбылыс экологиялық пирамида түрінде көрсетіледі. Қоректік тор табиғатта ағзалар тек бір ғана тізбек арқылы емес, бірнеше байланысы арқылы қоректенеді. Сондықтан қоректік тізбектер бір-бірімен қиылысып қоректік тор түзеді. Бұл табиғаттағы байланыстардың күрделі екенін көрсетеді. Продуценттер органикалық заттарды өздері түзетін ағзалар. Оларға жасыл өсімдіктер жатады. Олар күн энергиясын пайдаланып, фотосинтез процесі арқылы қорек түзеді. Сондықтан олар қоректік тізбектің негізін құрайды. Консументтер дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзалар. Оларға жануарлар жатады. Бірінші реттік консументтер шөпқоректі жануарлар, ал екінші және үшінші реттік консументтер жыртқыштар. Редуценттер өлі ағзаларды ыдырататын микроағзалар. Оларға бактериялар мен саңырау құлақтар жатады. Олар органикалық заттарды қарапайым заттарға айналдырады. Осы арқылы заттар табиғатта қайта айналымға түседі. Су және құрлық экожүйелерін салыстыру. Бұл слайдта құрлық және су экожүйелері салыстырылып көрсетілген. Сол жақта құрлық экожүйесі берілген. Мұнда негізгі продуценттер ірі жасыл өсімдіктер. Олардың мөлшері көп, сондықтан экологиялық пирамида тік болады. Бірінші реттік консументтер шөпқоректі жануарлар, ал жоғары деңгейде жыртқыштар орналасады. Энергия бір деңгейден келесі деңгейге шамамен 10% ғана өтеді, сондықтан жоғарылаған сайын азаяды. Құрлық экожүйесі салыстырмалы түрде тұрақты болып келеді. Оң жақта су экожүйесі көрсетілген. Мұнда продуценттер фитопланктондар. Олардың мөлшері аз болғанымен өте тез көбейеді. Сондықтан консументтердің биомассасы кейде продуценттерден көп болады. Осыған байланысты экологиялық пирамида төңкерілген түрде көрсетіледі. Су экожүйесі тез жаңарып, өзгерістерге жылдам бейімделеді. Қорыта айтқанда, екі экожүйеде де продуценттер, консументтер және редуценттер бар. Энергия күннен басталып қоректік тізбек арқылы таралады. Бірақ олардың құрылымы мен энергия таралуы әртүрлі болады. Энергия көзі экожүйелердің көпшілігінде негізгі энергия көзі күн. Өсімдіктер күн энергиясын сіңіріп, оны басқа ағзаларға береді. Алайда кейбір экожүйелерде, мысалы мұхит түбінде, күн сәулесі болмайды. Ондай жағдайда энергия химиялық реакциялар арқылы алынады. Осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар.